Барлықтарыңызға сәлем, біздің кезекті подкастымызға қош келдіңіз. Тағы да қайталап айтудан жалықпаймын. Бұл подкастты жазудағы менің негізгі мақсатым өзіңіздің жеке қаржылай мақсатыңыз немесе басқа да эмоционалды мақсаттарыңызға жету жолындағы іс-әрекеттеріңіздің тиімділігін осы бір алгоритмдер арқылы жылдамдату немесе тиімділігін арттыру. Қарапайым сөзбен айтқанда, барынша тез, қолайлы, жылдам жету деген ниетім бар. Сондықтан бүгін бір қызық тақырыпты ашқым келіп отыр. Бай адам мен кедей адамды екеуін екі жаққа бөлетін ортадағы әдеттер жайлы қозғағым келіп тұр. Яғни бай мен кедейдің айырмашылығы дейміз. Енді қазіргі мен өзімнің зерттеуімдегі сөзбен айтқан кезде шекті және шексіз мышленияның айырмашылығы. Именно әдеттегі айырмашылығы. Біз бай кедей деп бөлуді қойдым мен. Шекті және шексіз деп ойлаймыз. Шекті ол шекті мышление, шексіз ол шексіз мышление. Түсіндірем. Енді осы жердегі әдеттер. Бай мен кедейді бөлетін ол всегда әдеттер. Күнделікті қайталанатын рутиналық әдеттер. Ол қандай әдеттер? Әрине мына нәрселерді айтқым келеді. Таңертең ерте тұр, кітап оқы деген секілді оларды да қозғаймыз, бірақ бір басқаша көп жерде айтыла бермейтін бір әдеттерді мен байқадым, солмен сіздермен бөліссем деп ойлаймын. Енді бірінші таңертең тұрудан бастайық. Таңертең шекті мышлениядағы, шексіз мышлениядағы адамдарда екеуі де таңертең тұрады. Кедей, бай мышлениядағы адамдарда екеуі де таңертең тұрады. Просто таңертең тұрудағы екеуінің ниеті екі түрлі екен. Біреуі енді қажеттілікпен тұрады, амалсыз тұрады, себебі жаңағыдай жұмыс жасау керек. Көбірек жұмыс жасасам, көбірек ақша табам деген ниетпен тұрады. Яғни ол барынша уақытын ақшаға сатып жатқандықтан ол таңертең ерте тұруы дополнительно ақша таба алу мүмкіндігі. Бұл енді шекті мышленияның бір көзқарас деп қарастырсақ болады. Ал енді шексіз мышлениядағы адам таңертең не үшін тұрады деген сұраққа мен өзім мынандай жауап таптым, ол жоспарлау үшін. Яғни күнделікті ол жоспарын айқындап отыру қажет. Мен дұрыс бағытта кетіп бара жатырмын ба? Мен бүгін не істеймін? Қандай жұмыстар маған ең тиімді? Менің мақсатым қандай? Мен кіммін деген секілді ол сұрақтарға жауап іздеу. Ол тиімділікті іздеп жүрген адам. Ол сол үшін таңертең бір 2 сағатын өзіне арнау үшін тұрады. Осы жерде мәселе таңертең тұруда емес екен. Ол таңертең тұрғаннан кейінгі сенің жасайтын іс-әрекетіңде екен. Ертең таңертең тұраса бірден жаңағыдай шығып қотыршылық айналысып кетсең, одан бір енді алып кетер үлкен плюсы болмауы мүмкін. Ал таңертең тұрып белгілі бір уақытты өзіңе арнап, бұны жапондықтарда кайдзен сағат дейді, яғни жапон философиясында таңертең өзіне белгілі бір уақытты бөледі, жоспарлауға бөледі. Яғни кез келген істі бастамас бұрын белгілі бір уақытты жоспарлауға бөледі. Ал егер таңертең тұрып, бүкіл эмоциональный фонды бәсеңдетіп, қадам жаса келіп, оны қазір екінші неде айтам. Содан кейін барып кайдзен сағатта отырып, бүгін не істеймін, қайда барам, қандай жоспарым бар, менің мақсатым қандай еді, бүгін сол мақсаттан ауытқимын, ауытқымаймын деген секілді жоспарыңызды айқындап отырсаңыз, онда сіздің таңертең ерте тұру әдетіңізде айырмашылық болады екен. Түсіндіре алдым ба? Сондықтан таңертең жай ғана ерте тұру емес, тұрғаннан кейінгі жасайтын іс-әрекетіміз и ниетіміз маңызды. Екінші, бұл 10.000 қадам. 10.000 қадам. Мен өте көп адамдардан байқадым. Бұны ең алғашқы рет карантин кезінде Марғұлан Сейсенбаевтан байқағам, сол Марғұлан ағамыздан байқағам. Ол кезде президент паркте күнде таңертең 2 сағат уақытымды жүруге арнаймын дейді. Мен сол кезде түсінбейтін, ол жүргеннен не пайда деп. Оказывается, бұл жерде де өте үлкен философия жатыр екен. Таңертең телефоныңды тастап, 10.000 қадамға шыққан кезде, бұл сенің примерно 10.000 қадам деген 1-1,5 сағат уақытыңды алады. И когда сен бүкіл сыртқы отвлекающий фактордың бәрін алып тастаған кезде, сен өзіңнің шынайы ішкі дауысын естіп бастайды екенсің. Мен нені қалаймын? Сенің эмоционалдық күйің өзгереді екен. Таңертең мысалы сен ашу-ыза, жаңағыдай бір ренішпен тұрсаң, 10.000 қадамнан кейін сенің күйің өзгереді. Сен бір өзіңе қайтып ораласың. Ренішің басылады, ашуың басылады, ызаң кетеді да өзіңді қайтарасың ғой, бір сөзбен айтқанда. И 10.000 қадамда ең маңызды нәрсе бұл ойлану. Яғни бір идеяны алып шығамыз. Бір проблеманы алып шығамыз да, соның төңірегінде размышление дейді, андай ойлау жұмыстарын жасаймыз. Мысалы, бизнес бастайын ба, бастамайын ба деген идеямен шығайық. Мен 10.000 шаг жүріп келем. 10.000 шақтың ішінде маған эмоциям басылғаннан кейін, нақты тек сухой остатктар қалғаннан кейін менде бір күшті тұжырым шығады.
жаңағыдай бизнес бастаймын. Не үшін? Себебі ол маған керек. И ең маңызды нәрсе, 10 000 қадамнан кейін біз белгілі бір шешіммен шығуымыз қажетпіз. Бұл қазір шешім ол үшінші әдет, бірақ осы екінші әдеттен шығады. Екінші әдет біздің 10 000 қадам, ол жерде размышление жасау, белгілі бір проблеманың өзегін тауып, оның шешімін шығару. Енді осы жерде үшінші әдет. Пай мен кедейді, яғни шекті мышление мен шексіз мышленияның айырмашылығы, үшінші әдет ол шешім шығара білу қабілеті екен. Көп адамдар бізде шешім шығару қабілеті өкінішке орай жоқ. Бірақ нарықтағы ең қымбат бағаланатын, ең маңызды қабілет ол шешім шығара білу қабілеті. И осыған байланысты әлемде 200-ақ қана бір президент бар. Қараңыздаршы, 8 миллиард адамға 200 президент бар. Неге? Себебі олар қалған 7 миллиард адам үшін шешім шығарады да. Сол шешімге жауапкершілік алады. Бұл өте ауыр жұмыс негізінде айтатын болсақ. И шешім шығару шынымен қиын. Вроде бит қарасаң оңай сияқты, ол күнделікті шешім шығарып жүрмін ғой деген сияқты. Жоқ, сіз күнделікті біреудің шешімін қайталап жүрсіз. Ол 100% сіздің шешіміңіз болмауы мүмкін. Мысалы, мен бизнес бастаймын деген шешім шығардым деп ойлаймын, бірақ мен біреудің өміріне қызықтым да, мен де сондай шешім қабылдадым деймін. Ең қызығы, олнікі атады, менікі атпайды. Неге? Себебі оның шешім қабылдау факторы бөлек, менікі бөлек. Ал енді шешімді қалай шығарамыз деген кезде, мен сіздерге бір алгоритм ұсынғым келеді. Шешім 3 фильтрдан өту қажет. Ол не травмообслуживающий, не эмоциональный и оцифрованный болу керек. Яғни нәпсіні қоздыратын емес, сезім деңгейінде шешім қабылдамау қажет. Мен сезіп тұрмын, жаңағыдай мен күшті деген сияқты. И белгілі бір есеп қисапқа бағытталып, яғни бір өлшем бірлігі бар шешім қабылдану қажет. Осы 3 фильтрдан өткен кезде сіздің шешіміңіздің тиімділігі артады. Ең қызығы, сенің өміріңді өзгертетін ол бірақ қана шешім болуы мүмкін. Ол кәсіп бастаймын, немесе бүгін таңертең ерте тұрамын, бүгін кітап оқимын, маркетингте бюджет көтеремін, командаға қосалқы адам алам, офисімді кеңейтем деген секілді бір кардинальный шешім болуы мүмкін. Сол шешім сенің өміріңнің бағытын мүлде басқа жаққа өзгертіп жібереді. Қазір өзіңіздің өткеніңізге қарап, сіздің осы күнге жетуіңізге әсер еткен шешімдеріңізге бір анализ жасап көріңіздерші. Бір шешім немесе бірнеше шешімдердің тізбегінен сіз осы күнге жетіп отырсыз. Сол кездегі қабылданған, вовремя қабылданған шешімдер бүгінгі сізді қалыптастырып отыр. Ал енді профессионалды кәсіпте негізі күнделікті шешім қабылданады. Күнделікті. И жаңағыдай бастық рөлінде отырған адамдардың негізгі жұмысы сол шешім шығару, сол шешімге жауапкершілік алу. И біз бүгін қандай шешім қабылдап жатырмыз? Тура соны жаңаны біріктіреміз енді. 3 әдет бір-бірімен өте взаимосвязано жұмыс жасайды. Таңертең ерте тұрдық, өзімізге 1 сағат уақыт арнадық та жоспарладық. Жаңағыдай жаяу жүріп, біз бүкіл эмоционалды фонды төменге түсірдік, яғни бір қалыпты энтропия дейді, сол состоянияға келдік. И маңыздысы біз сол состоянияда шешім шығарамыз. Бүгін не істеймін, бүгін мынаны істеймін деп. И сол шешімнің төңірегінде стратегия құрылады. Яғни іс-әрекеттердің тізбегі шығады. Мысалы, мен бүгін Instagram жүргіземін деген шешім қабылдадым дейікші. Болды. Демек, оған ресурстар анықталады. Маған, демек, мобилограф алу керек шығар, егер менде бюджет болатын болса. Бюджет болмайтын болса, демек, маған өзім монтажда үйрену қажет. Все хорошо. Демек, маған өзекті тақырыптарды жазу қажет. Хорошо. Деп белгілі бір іс-әрекеттердің тізбегі шығады. И ең маңызды нәрсе сол сценарий бойынша, сол іс-әрекеттердің тізбегі бойынша өтіп шығу қажет. Болды. И осы нәрсені күнделікті жасаймыз. Ауырып тұрмыз, не істейміз? Таңертең тұрамыз, кайдзен жаса жоспарымыз жазамыз, жаяу жүреміз, шешім шығарамыз, іс-әрекет. Настроениеміз болмай қалса не істейміз? Таңертең тұрамыз, жаяу жүреміз, жоспарлаймыз, шешім шығарамыз, іс-әрекет. Ұйқымыз қанбай қалса не істейміз? Таңертең тұрамыз, жоспарлаймыз, жаяу жүреміз, белгілі бір шешім шығарамыз, іс-әрекет. Болды. Осы қарапайым ғана әдеттер белгілі бір уақыттан кейін, яғни накопительный эффект дейді, белгілі бір уақытта жиналып келіп, атомдық эффект береді. Орасан зор. Ол 1 айда байқалмауы мүмкін, 2 айда байқалмауы мүмкін. Бірақ 1 жылдық шкаламен қарайтын болсақ, 1 жылдық контрастпен қарайтын болсақ, ол өте үлкен нәтиже береді. Өте үлкен. Сіздің психоэмоционалдық состоянияңыз болсын, қаржыңыз болсын, кәсібіңіз болсын,
ортаңызға болсын, бұл барлығына әсер етеді. Тек қана бұны әдет деңгейіне сіңіру. Осы жерде ғана проблема. Көбісі бір күн жасайды, 2 күн жасайды, 3 күн жасайды, 5 күннен кейін энергиясы бітеді, таусылады. Өйткені неге? Бұл нәтиже көрмей жатыр. Оның ойынша нәтиже көрмей жатыр. Бірақ нәтиже болып жатыр. Тек сен ол нәтижені әзірге есептей алмай, өлшей алмай жатырсың. Сондықтан сенде нәтиже болмаған секілді сезімдер пайда болып тұр. Негізі болып жатыр. Енді осы жерде бір кішігірім лайфхак енгізгім келеді. Менде мынандай бір фильтр бар. 2 рет деп аталады. Мен максимум 2 рет қана өзіме пропускать етуге мүмкіндік берем қатарынан. Болды. 1 рет пропускать еттім, ертең максимум 1 күн пропускать етем, и қайтадан как минимум тағы да 1 рет жасауым қажетпін. Содан кейін тағы 2 рет пропускать ете аламын. Болды. Яғни 2 күннен ас кетпеу қажет. 3 күнге кетсе, оның қайта оралмау ықтималдылығы өте еселен кетеді, резко еселен кетеді. Яғни 2 күннен кейін оны қайталау әлде қайда жеңіл болса, 3 күннен кейін оны өткізіп алсаңыз, қайталану уже 2 есе қиындап кетеді. Сондықтан 2 рет деген бір осындай фильтрді қолданам. И бір кішігірім әдеттерді қорытындылайық. Сонымен не істейміз? Шекті мышление мен шексіз мышление, яғни кедей мышление мен бай мышленияны екеуінің ортасында бөліп тұрған, мен байқаған қарапайым әдеттер ол таңертең ерте тұру. Ерте тұрған кездегі оның негізгі мақсаты жоспарлау үшін ерте тұру. Одан кейінгі 10 мың шаг жасаудағы негізгі мақсат ол бір физикалық дене бітімін қалыптастырып, качок болу, арықтау мақсатында емес. Мынау психоэмоциональды состоянияны, күйді ауыстырып, бүкіл саған әсер етіп тұрған эмоцияны басу үшін және белгілі бір тұжырымдамалар шығару үшін керек, яғни ойлану үшін керек. Бізде күнделікті просто қарапайым ойлануға уақыт жоқ. Сол 1,5 сағаттың ішінде мынау миыңа ойлануға уақыт берсең, ол өте күшті шешімдер шығарып береді. Үшінші маңызды нәрсе ол жоспарлау. Көп адамда қарапайым жоспар жоқ. Яғни бүгін таңертең не істейтінін, түстен кейін не істейтінін, кешке қайда баратынын білмейді. Сондықтан оларды басқа адамның жоспарлары жұлып алып кетеді. Кешке жүр, бар компьютер ойнайық десек, бұл соған қарай елес кетеміз. Кешке анан үйіне шақырып жатыр, жүр барайық десек, біз соған кет қыламыз. Неге? Себебі бізде жоспар жоқ. Жоспар жоқ жерде уақыт көп. И жоспарсыз адамды всегда жоспар бар адам басқарады. И соңғы маңызды нәрсе бұл шешім шығару, шешім қабылдау. Шешім қабылдау и соған әрекет жасау. Болды. Бұл базовый, ең қарапайым, фундаменталды керек әдеттер. Осы әдетті бір 90 күн қайталай алсаңыз, ол әдет деңгейіне сіңісіп кетеді. И ол 1 жылдың ішінде өте үлкен атомдық эффект береді. Бұл қарапайым сіздің өміріңіздегі тиімділікті арттыратын әдеттердің бір жиынтығы, алгоритмі десек болады. Егер осындай алгоритмдер тізбегі қызық болатын болса, бізде арнайы алгоритм деген курс бар, яғни сіздің қаржылай мақсатыңыз бен басқа да мақсаттарыңызға жетудің тиімділігін арттыру үшін біз арнайы курс жазып қойдық. Ол жерде 20-ға жуық сабақ бар. Мына жерге бір кішігірім несін қалдырып кетеміз, қарап танысып шықсаңыз болады. Және дәл қазір төмендегі сілтеме арқылы өтсеңіз, алғашқы сабағын тегін доступқа береміз. Жақта толық таныссаңыз болады. И өзіңіздің тиімділігіңізді арттыру үшін бұл инструмент керек болатын болса, төмендегі сілтемеге өтіп, біздің алгоритм деген курсымызға қосылыңыз. Сол курсты өткен адамдардың ортасында біз Telegram каналда орта жинап жатырмыз. Сол ортада әр ай сайын бір Zoom кездесу болады. Қосымша материалдарды сол Telegram каналға жүктейміз, береміз. Олай болса өміріңіздің тиімділігін арттырғыңыз келсе, біз сізді алгоритм курсында күтеміз. Ал әзірге ол қолайсыз, қолжетімсіз болып тұратын болса, осындай подкасттармен де өзіңіздің тиімділігіңізді арттырсаңыз болады. Міндетті түрде лайк, комментарий, достарыңызбен бөлісіңіз. Олар міндетті түрде қуанып қалады. Бұл ақпараттың кімге керек екенін сіз де сезіп тұрсыз, соған жіберіңіз. Өзіңіздің кішігірім тұжырымдамаларыңызбен, пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Және келесі тақырыптарда қандай тақырып сіздерге қызық, соны да пікірге жаза кетіңіздер. Олай болса, мен сіздерді келесі алгоритм подкастында күтемін.